Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтен каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кішкентай, осындай донышкасымен әдемі сумочка тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларымды лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге осындай трикотажный жіп, менде мына жерде бір мотоктан кішкене алынған. Осы қаншалықты жетеді, соншалықты биіктікте тоқитын болам. Одан кейін осындай донышко, кішілеу келген. Одан кейін осындай ремен алдым, сумкамның жіптің несіне сәйкестендіріп. Одан кейін мынандай магнитик. Крючок номер 4,5. Осындай хендмейд. Одан кейін осыны тігетін ине. Ал ендеше бастаймыз. Мына донышканың мынандай сыртқа шығып тұрған ножкалары болады. Сол жағы бізде былайынан түседі. Сол себептен де осы қарап тұрған жағынан примерно осы жерлерден бастаймын. Бірінші мынандай ұзындықта қалдырамын ұш жағын. Одан кейін осылайынан тартып шығарып, мына ұзын жағы осылай қалады. Айналдырып тоқып келген кезде бекіткенге керек болады. Осылай әр петляға біреуден тоқып шығам. Столбик без накида. Крючокты өткізем, жіпті тартып шығарып, мына жақтан өткіземіз. Мына жерде мені круглый тұрғы, мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, осы жерлерге әр қайсына екеуден тоқимын. Мына жақтың барлығына біреуден, мына жерге екеуден, мына жақтағы домалаққа да тоже екеуден тоқимыз. Мені бесеуге келдім. 1, тура осы жерге қайтадан екіншісі, келесіне тоже екеу, 1, 2, осылай міне 1, 2, 3, 5 тесікке осылай екеуден тоқимыз. Мына жақтардың барлығын біреуден, мына жақ тура мына жерде қалай тоқылады, солай тоқимыз екеуден 5 тесікке, одан кейін қалғандарын біреуден. Мені соңғы бір тесік қалды, осы жерге крючокты өткізіп, жұмысшымыз тартып шығарамыз, бірақ бұмен тоқымаймыз. Мына жақта бана қалдырып кеткен жіппен бекітеміз осылайынан. Өткізіп, мынаны тартып шығарамыз. Тартып шығардық. Енді мына жақтан бірінші петляға өткіземіз осылай тартып шығарып. Одан кейін мына жақта міне қарасаңыздар, астыңғы бір петля и үстіңгі бір петля осы жерден тартамыз. Тартып, кері қарай шығарып аламыз. Мына жерді қарасаңыздар, ешқандай біріккен жері білінбей кетті, де? Әдемі болып шықты. Енді ары қарай бұл мынаны қалдырып кетеміз. Мына жақта жұмыс жібімізбен. Косичка болып тұр ғой, міне осының мынадан и мына жерде бортик сияқты осы петля тұр. Осы екеуінен шығарып, бір воздушный, ары қарай осылайынан міне бір косичкадан и мына жанындегі бортиктен крючокты өткіземіз и столбик без накида. Осылай айналдырып бірінші қатарда тоқып шығамыз. Ешқандай прибавка, убавкасыз. Мынадан аласыздар, и мына жерде тағы да бір петля тұр. Осы жерден алып, столбик без накида. Осылайынан айналдырып тоқып келеміз. Одан кейін қалай бекіту керектігін тағы да бір рет көрсететін болам. Мына жаққа қарай, сол кезде былай қарай түсетін болады.
бір косичка осы жақта қалады. Не айналдырып тоқып келдім. Мына жерде соңғы петля қалды. Әр қатарда осылайынан жасаймыз. Міне соңғы петля ортасынан өткіздім. Мына жұмыс жібіміз, біздің жұмыс жіпті тартып шығарамын. Енді осы жерде қойып қоямын жұмыс жібімді. Мына жақта қалдырып кеткен жіпті осы жерден екеуінен бірдей өткізіп тартып шығарып алдым. Енді былай қаратып, жаңағы тартып шығарған жіпті мына жақтағы, мына жерден өткіземін осылайынан тағы да бір рет. Соңғысы мына жаққа қарай алып келемде, мына жерден біреу, екеу, екеуінен осылайынан өткізіп аламын. Мына оң жағына қарайтын болсақ, міне тартып мыналарды. Келтіріп алдық. Косичка болып кетті. Екі жағына тартыңқырап, міне сәл-сәл. Осылай әдемі қылып келтіріп аламыз. Әр қатарда осылай. Енді жаңағы мына жақта мына жібіңіз қалады. Жұмыс жіппен келесі қатарды бастаймыз. Тура осыған жақын жерде міне крючокты өткізіп тартып шығарамда. Бір воздушный. Әр қарай әр петляға біреуден столбик без накида айналдырып тоқи берем. Осылай биіктігін тоқи беремін. Қанша қатар менде мына жіптен қанша шығады, соншалықты қатар тоқитын боламын. Қатарды аяқтағанда жаңағы мен көрсеткендей етіп аяқтасаңыздар, мына жерде қатарыңыз басталып аяқталғаны қатты білінбейді. Мен 10-шы қатарға келдім. Мына жерде тағы да бір рет көрсетіп кетейін, қалай бекіту керектігі. Әр қатарда осылай бекітесіздер. Міне соңғы петля қалды бізде. Осыған крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Ары қарай жұмыс жібімізбен тоқымаймыз. Мына жақта қалдырып қойған жібіміз бар міне. Осыны тартып өткіземіз екеуінен. Одан кейін мына жаққа қарай айналдырып жұмысымызды міне. Мына жерде міне қараңыздар, міне петля болып тұр ғой, косичка болып міне. Мына алдыңғы емес, мынау косичка. По-моему, жаңағы мен бірінші рет көрсеткенден осы жерден алып қойдым. Негізі бұл жерден емес, міне мынау косичка, бірінші косичкадан жаңағы қысқа жібімізді тартып шығарамыз. Осылайынан. Одан кейін барып, мына жақтағы міне бір и мынау екі косичканың екіншісі. Осы жерден тартамыз міне. Сонда қараңыздар міне, менің бекітіп атқан жағым. Ешқандай артық білінбейді. Осылай әдемі болып қатар аяқталады. Сәл тартсаңыздар, мынау косичка не істейді. Осы жерде 10-шы қатардан кейін менде жібім аз қалды. Енді менде кішкентай повседневкаға арналған сумочка шығады. Сол себептен де мен осы жерден екі жағында екеу қалдырдым. Мына жақта 22 петля, мына жақта 22 петля, осылай бөліп алдым. Енді мына жерлерде мен қысқарту жасайтын боламын, мына екі жанында. Мына екі петля міне. Екі петляны белгілеп қойдым ғой мына жерге. Осыған жетпей міне. Екі петля, одан кейін екі петля жай тоқимын да, қайтадан аяқтан екі петля. Осылайынан қысқартатын боламын. Қазір көрсетем. Сонда мынау бүйтіп тікесінен келеді да, міне тіке тұр ғой. Былай қарай сужать етеді. Солай көрсететін болам қазір. Мына жіпті, трикотажный жіпті тоқитын кезде осылай тартып алыңыздар. Осылай тартып тоқсаңыздар, тоқуға ыңғайлы, жеңіл болады. Міне қысқа жібіміз қалды. Мына жібіміз шығатын жерге бізге жақыны осы жер міне. Крючокты өткіземіз, жібімізді тартып шығарамыз. Мына жерде белгілеп қойдым ғой, осыға дейінгі екі петляға дейін столбик без накидамен тоқып шығамыз.
Мынау бізде белгіленген екеу, оға дейінгі міне екеу бар, иә. Осы екеуді тартып шығарамын. Міне, тоққан жоқпын. Екіншісіне де осылай крючокты өткіземін, тартып шығарам. Крючокта менде 3 петля. Үшеуін бірдей тоқимын. Осылай қысқарту жасаймын. Енді мына жерде белгілеп қойған 2 петляны жай тоқып кетемін. Әр петляға біреуден столбик без накида. Біреу, екеу. Одан кейінгі екеу тағы да қысқарту жасаймын. Міне қараңыздар, крючокты өткіземін, тартып шығарам, тоқымаймын. Қайтадан келесі петляға крючокты өткіземін, тартып шығарам, тоқымаймын. Міне, крючокта 3 петля, үшеуін бірден. Енді мына жаққа дейін әр петляға біреуден, мына жақта белгілеп қойдым ғой, міне. Біреу екеу қалғанға дейін әр петляға біреуден тоқып шығамыз. Столбик без накида. Міне, екінші жағына да келдім. Мына екеу белгілеп қойған екеуім, одан кейін оға дейін екеу бар. Мынаны алып тастай саламын мына жерден. Осы екеуге қысқарту жасаймыз. Не, тоқымаймыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден. Одан кейінгі жаңа екеу белгілеп қойған екеуді столбик без накида әр петляға біреу. Одан кейін қайтадан қысқарту. Әр қарай әр петляға біреуден тоқимыз. Әр қарай уже ешқандай қысқарту жасамаймыз. Не, осы бір қысқарту бізге жеткілікті. Мына жерге дейін тоқып келесіздер, одан кейін мен көрсеткендегідей мына қысқа жіптеріңізбен аяқтайсыздар. Міне, менде барлығы 13 қатар болды. 11-ші қатарда мен бір рет қысқарту жасадым, жаңа сіздерге көрсеткендегідей. Одан кейін 2 қатар тоқыдым. Сонымен барлығы 13. Енді мен мына жерде осылай белгілеп қойдым. Мына жақта міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мына жағы 13. Мына жерінде менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, мына жақта 10. Біреуге артық. Енді бола берсін солай. Осылай белгілеп қойдым. Енді мына жерге мен ручка тоқимын. Одан кейін барып тағы бір қатар. Енді 2 қатар қалды. Менде осыншалықты жіп бар. Жетеді деген ойдамын. Кішкентай ручка тоқып өтетін болам осы жерге. Міне мына жерде менде. Мына жерде мен мына жерге алып келуім керек. Мынаны осы жерден бастап тоқысам, міне мына жақтан бастауым керек қой негізі. Енді осыны мына жақтан өткіземін крючокқа. Мына жерде онша қатты білінбейді. Менде мына қысқа жіп уже бітті. Негізі мынаны ұзынырақ қылып алсаңыздар дұрыс болады. Өзіңіздің жаңағы жұмысыңыз аяқталғанша керек болады. Не. Біреу столбик без накида. Мына жерге тағы да бір столбик без накида тоқимын. Одан кейін 10 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одан кейін міне қараңыздар. Мына жерде белгілеп қойдым. Осының алдындағы бір столбик без накида. И мынаны алып тастаймын да. Келесі мына жақта белгілеп қойған жеріме дейін столбик без накида тоқып келетін болам. Әр петляға біреуден. Келесі белгілеп қойған жеріме аны алып тастаймын да. Осы жерге біреу. Одан кейін мына жерге тағы да біреу тоқимын. Одан кейін 10 воздушный. 1, 2, 3. Міне 10 воздушный. Белгілеп қойғанның алдындағы бір петляға столбик без накида. Белгілеп қойғанды алып тастаймыз. Ары қарай әр петляға мына жаққа дейін, міне аяғына дейін әр петляға біреуден столбик без накида тоқып шығамыз. Міне мынау соңғы жағына келіп тоқыдым. Менде мынандай қысқа жіп жоқ. Мына жақта бекітетін, мынау кішкене ғана қалды, бұл жетпейді. Ары қарай менде енді соңғы қатар мына жерге міне. Мынаны аяқтадым ғой, соединительный жасамай мына жеріне бір столбик без накида тоқимын да.
ары қарай нені воздушный петляны столбик без накидамен осылай толтырам. 10-11 тоқим. 2, 3, 4, 5. Міне 11 столбик без накида тоқыдым. Енді қарасаңыздар, мына жерге емес, келесіне міне. Мына жерде аяқталады, міне бір столбик тұр ғой, осыған емес, келесіне столбик без накида. Осылай мына жаққа қарай айналдырып тоқып келеміз. Мына жерге де тура мынадағыдай 11 столбик без накида тоқимыз да айналдырып мына шетіне келеміз. Міне мына жерге келіп аяқтадым. Егер жіптеріңіз жетсе, менде міне мынандай қалды. Жете ма, жетпей ма білмеймін. Айналдырып соединительный жасап шықсаңыздар болады. Қазір көрсетемін. Мына жерге соңғы столбик. Мына жерге тоқымайым. Мына жерге келесі петляға соединительный. Осылай әр петляға соединительный жасап кетсеңіздер, сумкаңыздың қатары әдемі мынандай жиекпен аяқталады. Егер жіптеріңіз жетіп жатса, осылайнан әдемі нотамен аяқтауға болады. Әдемі қатар болып шығады. Міне соединительный қатарын тоқып шығуға жібім жеткілікті болды. Міне осындай әдемі жиек шықты. Енді осы жерден жібімізді қиып, соңғы соединительный жасадым, жібімді тартып. Енді мынаны ішке қарай тартып жіпті. Мына жағына қарай жіпті жасырамыз, мынаны да бірге жасырып кетеміз. Осылайынан. Міне осындай ременін осылайынан тағып қойдым. Осындай міне кішкентай әдемі сумочка тоқылып шықты. Табаны осындай. Мына жіптерімді жасырып жатырмын ішіне. Енді менде мына бір тағу мына жерге. Тақса да тақпаса да болады, по идее тағу керек деп ойлаймын. Көреміз. Осыны тігемін, тігілетіні. Бетіп тігілмей әшейін өзінің қыстыра салатыны да бар. Но прочный осы тігілетіні деп айтты маған. Сосын тігілетін алдым. Одан кейін осындай handmade деген жазу бар. Жерге қойса, немесе былай тігіп қойса болады. Әдемілік үшін ғой бұл енді. Тікпей қойсаңыздар да болады. Былайынан. Сен жерге деген сияқты. Өзіңіздің қалаған жеріңізге тігіп аласыздар. Міне жерде тігетіні бар. Осы екеуі қалды енді. Так тоқылуы осындай. Кішкентай әдемі сумочка тоқылып шықты. Мен жаңағы бекітіп отырған жеріміз ғой. Мен қатты көрінбейді, әдемі болып шықты. Мынандай ручка қалдырмайым, керек емес десеңіздер, мына жерден 11-ші рядта қысқарттым ғой, мен тағы да 12-ші, 13-ші рядта қысқартып, ауыз жағын кішілеу қылып алсаңыздар да болады. Ручка жасамай-ақ әшейін осылай бітіре салсаңыздар да болады. Ручкамен де әдемі көрініп тұр, былай ұстағанға да. Әдемі шоумен әдемі алып тұр. Өзінің формасын трикотажный жіптер жақсы ұстайды. Міне осындай әдемі кішкентай ғана шағын сумочка тоқып шықтық. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.